Шалбар киіп жүріп қой, еркеппіз ол. Зажался Алмабаев в глухом блоке. Пытается убежать сейчас. Және мен ол үшін тым мықты болдым. Иә, достар, өкінішке орай Асу Алмабаев бауырымыздың қатар 17 жеңісі тоқтап, Манель Капеден жеңіліске ұшырады. Расын айтсақ, Манель Капе біраз ережені бұзып, көзіне саусақтарын кіргізген болатын. Толық жекпе-жекті менің телеграм арнамнан қарай аласыздар. Сілтемесі осы бейненің төменгі жағында. Ал жекпе-жектен кейін Асу Алмабаев қазақ халқына үндеу жасады. Ол бейнеміздің ең соңғы жағында. Сондықтан бейнені үзбей соңына дейін қарауды ұсынамын. Сіздермен бірге солай де арнасы. Біз бастаймыз. Көпшілдің қателігі ғой. Бөлмені допингке қарсы күрес агенттігі тексерді. Мен жайлы ештеңе білмеймін. Шалқаттың ағылшынша тілі де келмейді. Треш-ток жасайтындай. Әрине, маған да тетініне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Ей, Манель, жеңісіммен құттықтаймын. Керемет күйдесің. UFC-дегі ең сәнді киінетін жауынгерсің деп санаймын. Рахмет. Маған бәрін еп-жептеп айтып бере аласың. Қайталашы айтқанымды. Сен әзіргі UFC-дегі жауынгерлер арасындағы ең сәнді киінетін жігітсің. Бұл рас, рахмет. Сен жекпе-жекті аяқтамас бұрын, бәрі қалай өткенін айтшы. Ол сенен октагон ішінде жүгіріп қашқанда, сен қанның иісін сезіп, шаруасы бітті деп түсіндің бе? Мен қанның иісін сездім. Орынды сөз, қанның дәмін сездім. Және мен ол үшін тым мықты болдым. Айтып кеткенімдей, сен екінші раундта өзіне ұқсамайсың. Мен әр раунд сайын қысымды ұлғайтамын. Мен осыны күттім, осыны іздедім. Ол арқасын ашық қалдырды. Бұны білгем. Мен тек өзімді қолға алып сабыр сақтап күттім. Оны тоқтату үшін. Ал бүгінгі бейнеміз Ерғалидің арқасында шыққан болатын. Көп алғыс айтамын, барлығы арнамыздың дамуына кетеді. Ал егерде сіз келесі бейнен шоуына септік тигізгіңіз келсе, осы нөмірге кез келген қаражатты жіберсеңіздер болады. Алдын ала алғыс айтамын. Жекпе-жектің қайталауын көріп, твиттерде бәрі жазып жатыр. Сен оны жарақаттап, жеңгеннен бұрын, сен оны ашық алақанмен соғып, саусақпен көзіне тигізген секілдісің, бір немесе бірнеше рет. Сол сәтте түсіндің бе? Немесе оны жерге құлатқаннан кейін түсіндің бе? Бірнеше рет оның көзіне саусақпен тигізгеніңді. Бұл менің жұмысым емес. Мен ештеңе көрмедім. Менімше төреші мұқият болуы керек еді. Мен өзім октагонда бірнеше рет дәл солай қиналғанмын. Білмеймін. Мен үшін түсінікті болды. Менің көзімше оның халі жақсы болды. Егер ол расымен қиналса, ол жекпе-жекті жалғастырмас еді. Ол бір нәрсеге наразы болған есімде. Оған 3 секунд бердім. Ештеңе істемей күттім. Сосын қайта төбелестім. Сен расымен жекпе-жектің басынан жинақы көріндің. Кейде артық әрекеттер жасадың. Бұны қарсыластың миына кіру үшін жасадың ба? Немесе жай көңіл көтеру үшін бе? Мен ол жақта өзімді жайлы сезінемін. Мен жекпе-жектен рахат аламын. Өзімнің қолымнан келетін көптеген нәрселер жайлы ойланамын. Және бұл тек оның ойын алаңдату үшін ғана емес. Кей кезде бірақ басқа жағынан солай өзімді жақсы сезінемін. Бұл жекпе-жекте бәрі сені әлсіз санаған еді, егер жекпе-жек грэпплингке, күреске көшкенде Асуға қарсы. Бірақ осы аптада өте сенімді көріндің. Өзің айтқандай адамдар сен джиу-джитсудан қара белбеу иегері екенді ұмытып қалады дедің. Расымен Асудың күресі жүзеге аспады саған қарсы. Оның бірнеше тейкдаундарын тоқтатып, бұны дәлелдедің. Жекпе-жек жерге көшкенде бір уақытта сен өте ыңғайлы позицияда тұрған едің. Ал енді бұл сенің тек стойкада емес, жан-жақты жауынгер екенді, кімге қарсы болса да бәрімен шығуға дайын екенді көрсетеді. Бұл расымен солай ма? Мен үнемі бәріне дайын жауынгер боламын. Түсінесің бе? Егер күреске көшсек, менде 5 сабмишн бар. Маған іш пыстыратын жекпе-жек керек емес. Бірақ күрескің келсе, мен де күресем. Саған сабмишн жасаймын. Дэвид Террекқа жасаған секілді, Макаевке жасағандай. Құлаған сәтте мен оның аяғын сындырғанмын. Дэвид Рок сәл дегенде қолын маған үйге сыйлады.
Сол үшін менде мәселе жоқ. Мен күрестен қашамын. Себебі стойкада әдемі жұмысты көрсеткім келеді. Түсінесің бе? Әдемі жекпе-жекті. Өзім үшін ғана емес, жанкүйерлер үшін. Әлбетте, Рамазан ерте басталды, күні кеше. UFC саған осы жекпе-жекті ұсынғанда, қандай да бір күмән болды ма қасиетті айдың басында төбелесу үшін? Бұл алғашқы күні болды ғой. Менімше еш мәселе болмады. Бірақ әзірден бастап мен өзімнің дінімнің керемет сәттерін толықтай әдемі кешуге дайынмын. Сен расымен тағдырыңды сынадың. Осы жекпе-жекті қабылдап, 7-ші орындағы қатар 17 жеңіспен келе жатқан Асумен. Енді шығып оны жеңгеннен кейін, Хантер мен матчмейкерлердің ойларына мүмкін өзіңді салған шығарсың. Яғни, мен мүмкін деп санамаймын. Мен олай ойламаймын. Мен белбеу үшін келесі болып шығамын. Деп ойлаймын. Мүмкін деп мүлде ойламаймын. Мен барымды салдым. Басқасы болса, Кара Франц ұшты, Дэвисон Фигрейдо ұшты, Бантори ұшты, Алекс Перес ұшты, Брэндон Ройвел ұшты. Сосын маған жаңа новичоктармен шығу керек болды. Басқа жігіттермен шығуға мәжбүр болдым. Рейтингте жоқ, немесе төмен жақта, әлде менен әлде қайда төмендегі рейтингтегі. Бірақ мен айтқандай мен жауынгермін. Мен жекпе-жекті таңдамаймын. Мен жауынгермін. Өзімді ең мықтымын десем, маған берген кез келген адаммен шығуға дайынмын. Егер 51 килограмда маған Кинг-Конгты берсе, онымен шығуға дайынмын. Кинг-Конг 51 килограм жасаса. Сол үшін бұл менің жұмысым. Ісіммен бұны дәлелдедім. Да сенің ойынша Пантожа келесі болу керек қой. Октагонға қашан оралуға дайынсың? Рамазан айынан кейін. Мен жаттығу жасап бастаймын. Және келесі жекпе-жекке дайындала аламын. Ассалаумағалейкум. Барша қолдап жатқан бауырларға көп-көп рахмет. Бір-бірімізді қолдап жүрейік. Құласақ та, көтерілсек те, әлі белбеуді алып келемін, иншалла. Так что шалбар киіп жүріп қой, еркекті сол. Неше түрлі жағдай болады. Ақталмаймыз. Осындай уақытта қазақ батырларымызға қолдау көрсетейік, достар. Дәл осындай уақытта қазақ батырларымыз біздің қолдауларымызға мұқтаж. Ал Манел Капы осымен Жалғас Жұмағұлов пен Асу Алмабаевты жеңіп, екі қазақ батырымызды жеңіп кеткен болатын. Бұл әрине қатты өкінішті. Әлі алда Асу Алмабаев реванш жасап, өзінің ақысын алады деп сенеміз. Сіздермен болған Сол ID арнасы. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше, қош аман сау болыңыздар.